шаруалардың көбісі малдың жүнін далаға лақтырып тастауға мәжбүр. Тап-таза етіп түтіп шығады. 20 келі жүнді таңертең әбіт кеше түтіп аламын. Екі құрылғаны қаншаға сатып алдыңыз? Екеуін 1,5 миллион сатып алдым. Шлангымен ағызып, бір жарты сағатта мәметтік. Ассаламалейкум баршаңызға. Біздің елімізде, соның ішінде Батыс Қазақстан облысында жүн қабылдайтын цехтар жоқ. Соның салдарынан шаруалардың көбісі жүнді, малдың жүнін далаға лақтырып тастауға мәжбүр. Ал осындай ауыл шаруашылығы өнімін Қошанкөл ауылындағы Самал ханым кәдеге жаратып отыр. Қалыңыз қалай, Самал ханым? Жақсы. Жұмысыңыз қалай жүріп жатыр? Аллаға шүкір жүріп жатыр. Керемет жабдық сатып алған екенсіз. Бұның қандай ерекшелігі бар? Ерекшелігі жылдам түтіп, бір таңертеңнен бастап әбіт кешке шейін жылдам түтіп бітіріп алып, сосын екінші күні төсекшемді жасап жатыр. Қосып көрсетесіз бе біздің оқырмандарымызға? Тап-таза етіп түтіп шығады енді өзі. Қайда беріңіз болады? Күніне қанша келі жаңағы жүнге болады аппарат? Мына аппаратпен мысалы 100 келі түтігі болады. Таңертең кешке шейін түтігі. Өзіңіз қанша жүн түтіп жүрсіз қазір? Күніне немесе аптасына? Мысалы күніне мен қолым босаған кездерде 20 келі жүнді таңертең әбіт кеше түтіп аламын. Кәдеге жарамай ауылдың тұрғындары шығарып тастаған жүнді сіз кәдеге жаратасыз. Бұл дейтін баламасы жоқ өнім ғой. Далаға лақтырып тастап жатыр. Қойдың жүні қазір пайдаланбайды. Соны біздер даладан алып келіп, соны пайдаланып жатыр. Мына құрылғымен күн сайын қолданасыз ба? Иә. Бұл құрылғы? Сосын жан-жақтан басқа ауылдардан да, мысалы Жақсыбайдан, Қарабадан, Казталовкіден келіп жатыр. Солардың жүндерін түтіп береді. Жұмысыңыз едәуір жеңілдетті ғой? Қазір жеңілдеу түтуге. Қойдың жүні ғой, мыналар? Қойдың жүні, қойдың жүні. Бұны жудыңыз, иә? Әуелі жуып, иә. Сіз жаңағы жуатын да машина сатып алдыңыз ғой? Жуатын машина сатып алдық. Екі құрылғыны қаншаға сатып алдыңыз? Екеуін 1,5 миллион сатып алдық. Ол жаңағы мемлекеттің ақшасына сатып алған кезде ақшаңыз жетпей қалды. Жетпей қалды, соған қосымша ақша қосып, соған сатып алдық. Мынау дайын болған? Дайын болған, иә, төсекше. Сол, алдында алты төсекше жасап, сатып жібердік. Сұраныс көп қой, иә? Сұраныс көп, төсекшеге. Иә, ол таза өнім. Иә, таза өнім. Қалаға жіберетін, оған ауыспай жатыр. Ауыл аймақтан да тапсырыс көп. Анда қыздар, тұрмысқа шыққан қыздар, шығып жатқан қыздарға да, мысалы мына аппаратпен қойдың жүнін түтіп берді. Керемет екен, ісіңізге сәттілік. Жаңағы жүнді жуатын аппаратыңызды да көрсетіп жүрсеңіз бізге керемет болады. Жақсы. Осы құрылғы ғой, иә? Иә, осы. Әуелі деген қойдың жүнін ваннаға салып алып, езіліп тұру керек. Содан наған салып, шлангымен нетіп, үстіне жүнді салып, шлангымен ағызып. Уақытта жуатырмын? Бір жарты сағатта мәметтік. Мына ішіне қанша келі жүн кетеді бір салғанда? 6 келі, 7 келі. 6-7 келі? Иә. Бүкіл жүннің бәрін жуып тастадыңыз, иә? Иә, бітіп тастап, енді түту керек, төсекше жасау керек. Соған бір заказ берген, сатуымыз керек, 10 төсекшеге. Соны жасауымыз керек. Мінекей, тірліктің барлығын темір техника тындырады. Иә. Бірақ кнопка бәрі басқарылады. Қол автомат қой, иә? Жартылай. Иә. Мынау бүткіл несін жуғанда бөлек бұғын несін бәрін тазалап шығады. Жаңада байқадым, аппарат түтіп жатқан кезде ештеңе шығып жатқан жоқ. Ана астынан да бір ақшаны
аппараттар бұйырса үлкен цех ашып осының бәрін бірыңғай етіміз келеді, жұмсасымыз. Қандай құрылғы керек екен сізге тағы? Қандай құрылғы онда осы жуатын машина, сосын түтетін машина, үлкен машина алғымыз келеді, сосын төсекші жасайтын машина алғымыз келеді, тігетін. Жақсы. Сондай ойда бар, Алла бұйырса. Цехты осы үй жақтан ашқыңыз келіп отыр ма? Осы өзіміздің ауламыздың ішіне цехты ашқымыз келіп отыр. Қолыңыз қалт еткен уақытта жүр айналыса бересіз. Қазір де солай ғой? Қазір де солай. Гаражды керемет етіп жабдықтап қойыпсыз. Тамаша. Жақсы, рахмет сізге көп, ісіңізге береке тілеймін. Іске сәт. Сау болыңыз. Жақсы.